Hi friends, бүгінгі Daily Now айдарына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ағылшын тіліндегі do you және are you-дан басталатын сұрақтарға тоқталатын боламыз. Қандай жағдайда біз do you-ды қолданамыз, қандай жағдайда біз are you-ды қолданамыз, сол туралы толығырақ айтатын боламыз. Егер де қимыл іс-әрекет болса, онда біз do you-ды қолданамыз. Мысалы, сен жұмыс істейсің бе? Do you work? Сен машина айдайсың ба? Do you drive? Сен оқисың ба? Do you study? Деген сияқты сұрақтарды қолданады екенбіз. Ал егер де қимыл іс-әрекет болмаса, онда are you-ды қолданасыздар. Мысалы, сен кімсің? Сен қандайсың? Сен қайдасың деген сұрақтарда біз are you-ды қолданамыз. Мысалы, сен студентсің бе? Are you student? Сен ақылдысың ба? Are you smart? Сен жұмыстасың ба? Are you at work? Деген сияқты сұрақтарды қолданады екенбіз. Егер де пайдалы болса, лайк, комментарий жаза кетіңіз. Goodbye!